Қырғызстаннан келдім. Ыстықкөлге барып келдім. Өзімнің ойымды айтып кетейін. Қандай ойда қалдым, жалпы Қырғызстан жайлы. Қырғызстанға кіргеннен Бішкектен солға кеттім. Ыстықкөлге дейін 200 километр. Мен барған Чолпан атаға дейін где-то бір 250 километр ғой деймін. Жол бойы ауыл. Ауылдан өтесің, ауыл басталады. Ауылдан өтесің, ауыл басталады. Ауылдан өтесің, ауыл басталады. Сайды жағалай, оң жағы, сол жағы тауда, сол тауды жағалай ауылдар. Енді ауылдардың жағдайы бір көшіп атқан үй жоқ. Ауылдар дамып жатыр. Керемет. Біздің ауылдардың барлығы көшіп, құрып кетіп, жоқ болып бытшып жатыр ғой. Халықтың барлығы қалада Алматыға келсең 2,5 сағат барғаныңа пробка, қайтқаныңа 2,5 сағат пробка. Бөккөл, ана Семей жақтың, Ұржар жақтың, Мақаншы жақтың адамдардың барлығы мысалы ауылда, бүкіл жан-жақ ауылдардың барлығы Алматыда, Астанада, Шымкентте, қалаға қарай қашып жатыр. Өйткені ауылда жұмыс жоқ. Енді Қырғызстанды қараңыздаршы, бар ғой, біреу бақша егіп жатыр, біреу бар ғой лимон өсіріп жатыр, біреу тағы да поляда бірдеңе істеп жатыр, біреу кукуруз егіп жатыр. Жолдың бәрі пустой, жер жоқ. Ауылдың халқы сол өзінің ауылдың тірлігімен, одан кейін жаңағы сол саймен өткеннен кейін таудан өтесің, таудан өткеннен таудан перевалдан өткеннен кейін уже Ыстықкөл районына кіргеннен кейін тоже ауылдар басталады. Енді Ыстықкөлдің жағасындағы ауылдар бүкіл Ыстықкөлді круговой трасса, сол трассаның барлығы ауыл кетеді. Бір ауыл бітеді, екінші ауыл, бір ауыл кетеді, екінші ауыл. Бір ауылмен бір ауыл қосылып кеткен үйі кәдімгі көрші тұр, ей қалайсың деп бір-бірімен сөйлесе беретін. Арасында ғана болады бір 3 километр, 5 километр пустой жер, жаңағы ауыл жоқ жерлер. Барлық ауыл дамып жатыр. Барлық ауылда жұмыс бар. Барлық, мысалы, Ыстықкөлдің жағасы барлық туризммен айналысып жатыр. Біреулер жаңағы үй салып жатыр, қонақ үй салып жатыр. Әрине бір қатты бір мықты бір кәдімгідей бүкіл әлемді қабылдайтындай мықты жаңағы бизнесмендер келетіндей әлі қонақ үйлер ондай жоқ, бірақ халықтың деңгейінде өте керемет дамып алған. Енді бұлар осы жаңағы әлемдік жаңағы мировой звездалардың барлығы келетіндей жаңағы 5-звездочный отель сондай, оны енді мемлекет жаңағы жасау керек. Ол енді мемлекеттің кішкене жарайды кедейлігі шығар. Мемлекетте ақша жоқ екені көрініп тұр, бірақ жалпы халықтың жағдайы өте жақсы. Біздің ауылдардың барлығы қалаға көшіп жатыр. Сондықтан біз мына ауылдан көшіп жатқан халықты қалайда тоқтатуымыз керек. Білмеймін, енді оны жоғары жақтағылар істейді ғой. Мен де істей алмаймын, сіздер де істей алмайсыздар. Жоғары жақтағылар соны ойлану керек. Ауылдан не істеу керек, қалай кетпеу керек адам. Сол жақтан жұмыс тауып беру керек. Білмеймін, адамдарды болмаса сол жұмыс істеп қалай үйрету керек оны. Ол жақта мысалы мемлекет бір тиын ақша бөлмейді мысалы халыққа. Қандай мысалы көмек ретінде, любой нәрседе. Халық сол мемлекеттен ақша алмағаннан кейін өздері күн көріп, үйреніп, өздері жандарын бағып, өздері дамып үйренген. Бішкекке бардым, Бішкекте жаңағы ана Садыр Жапаровтың отыратын ақ үйін көрейін десем, қисық чоқалақпен жөріп кәдімгідей әйелім айтты, мына жерден адасып жүрміз ғой, біреуден сұрашы деп, біреуден сұрасам, мұны действительно ақ үйге бара жатыр ма десем, иә дейді. Атып шықты, жай ғана бір қасына киіз үй тігіп қойған, президенттің отыратын жері қарапайым да, бірақ ауылдар қалай дамып жатыр. Молодец Қырғызстан. Дами беріңіздер, өркендей беріңіздер. Урматтуу Москва жана жалпы Россия шарындағы айдоочулар такси тармагында эмгектенген мекендештери. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү таксопарк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Кыргызстандын ауылдарын айтып жатырмын. Кыргызстанда бір ауылда көшіп жатқан адам көрмейсің. Барлығы сол ауылда, ауылдарының барлығының ортасынан өтіп шықтың. Барлық ауылда үй салып жатыр, бірдеңе салып жатыр, кафе салып жатыр, әйтеу бірдеңе істеп жатыр.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер үчүн заманбап Институт здоровья стоматологиялык клиникабызды сунуштайбыз. Биздин клиникада тажрыйбалуу стоматологдор, врачтар медициналык кызмат көрсөтөт. Стоматолог, терапевт, хирург, ортопед, ортодонт, эстетикалык стоматология багытында медициналык кызмат көрсөтөбүз. Баса биздин клиникада заманбап үлгүдөгү микроскоп аркылуу дарылоо кызматы бар. Клиникабыз Яндекс рейтинги боюнча орус клиникалардын арасында алдыңкы орунда турат. Биздин кызматтар: пломба, реставрация, металлокерамика, диакцинт цирконий, имакс, винир коронкалар, имплантация, синус лифтинг манипуляциялар жасалат. Биздин врачтар ар бир кылган жумушуна 100% кепилдик берет. Билим деңгээлин жогорулатышы үчүн стоматологияга тиешелүү курстарга катышып турушат. Инструменттер акыркы үлгүдөгү паровой автоклав аркылуу тазаланат. Консультация жана рентген акысыз. Байланыш үчүн +7 962 998 18 14, +7 926 493 46 30. Биздин дарек метро Перова, выход 4, улица 1 Владимирская 34 К2. Институт здоровья сизге ишенимдүү жылмаюу тартуулайт. Ауылдары, адамдары сол жердегі біздің туристерді жаңағы қызмет жасайтын әйтеу бірдеңесімен айналысып жатыр. Ауылдар дамып жатыр. Бүкіл бір ауылынан көрдіңіз бе сіз көшіп жатқан ауылдарды? Мен айтып жатқан жоқпын Қазақстаннан бай деп. Қазақстанның мемлекеті бай шығар. 300 миллиард доллар ВВП-сы Қазақстанның. Қырғызстанның ВВП-сы 10 миллиард доллар. Мен ештеңе білмейді емес, мен білем мемлекетіміздің бай екені. Бірақ халқының жағдайы Қазақстанмен бірдей. Қазақстанның осы халықтың күшті болып жүрген білмейді екен мен. Бәрінің жағдайы бірдей примерно. Енді жаман деп те жатқан жоқпын қазақтардың жағдайы. Бірақ қырғыздардың да жағдайы жаман емес. Қырғыздардың да жағдайы нормальный. Халқының жағдайы әйтеуір күн көріп жатыр. Сол туристерді қабылдап, солардың барлығын мемлекет оларға, мен ананы айтып жатырмын, мемлекет о жақта халыққа мүлде көмектеспейді. Бізде бар ғой, барлығына көмектеседі. Мысалы, спорт жағынан ба, арт спорт деген бар. Арт спортқа қанша ақша бөлінетінін білесіздер ғой. Сол ақшаның барлығы спортқа кетіп жатыр дегенге сенесіздер ме? Мысалы, білім саласына, библиотекаға барасыздар ма? Библиотекада мысалы қайдағы жоқ, керек жоқ кітаптарды шығарады ақшаға. Мемлекеттің ақшасын құртып. Ол вообще ешкім оқымайтын кітаптарды шығарады мысалы. Мәдениетте солай. Любой нәрсені алсаңыздар Қазақстанда жолға бәленбай миллиард бөлінсе, соның жаңа качествосы онша емес болып салынады. Бұлай айтқан кезде 4-5 жылдан кейін бычыт болады. Мысалы кәр дворда салынып атқан, любой дворларда салынып атқан жаңа балалар ойнайтын жер бар ғой. 3 жылдан кейін барыңыз, соны қайтадан соған ақша беріп, қайтадан салып жатады. Мен сол нәрсені айтып жатырмын. Ал Қырғызстанда ондай ақша мүлдем жоқ, жаңағы бөлетін ақша. Бірақ сол жоқ ақшадан бар нәрсе қылдырып істеп жатыр олар. Жоқ ақшадан бар нәрсе қылдырып кәдімгідей жасап жатыр. Жол солға қарай бұрыласың, көпір салып жатыр, соны жасап салып жатыр. Жоқтан бар жасап жатыр. Мемлекет, енді ойлаңыздар, 300 миллиард доллар біздікі, олардың 10 миллиард доллар. Қанша есе біздің жағдайымыз Қырғызстаннан сонда 30-40 есе байымыз ба? Білмеймін, қырғыздардың да жағдай, қазақтардың да жағдай бірдей. Мен таксиге отырған кезде, өткен кезде, барған кезде бір қырғыз спокойно тегін апарып тастай салды. Қазақстаннан кепсің ғой деп. Бұрын мен ойлайтын, Қырғызстан картадан 90% тау болып жатқан кезде сол таулардан өтіп, жаңағы серпантин деп, жаңа Бішкек пен Ыстықкөлдің арасында 5 сағат барасын деп айтқан кезде ойлаған ғой. Бұлай вроде жақын, 200 километр. Бірақ неге 5 сағат деп? Таулардың ортасында серпантинден өтетін шығар деп солай ойлағам. Оказывается, олай емес екен. Бұл осы екі таудың бөктеріне ауылдар болғаннан кейін бір ауыл бітеді, екінші ауыл басылады, бір ауыл бітеді, екінші ауыл басылады. Ортасында пустой жер жоқ та, машина сен 60-пен солай ғана жүресің. Кейде ғана 80-90-ға шығарасың. Сонымен 5 сағат жүреді екенсің солай. Атак жол жақсы келе жатырмыз. Әлемдегі осы таза көлдердің ішінде дүниежүзінде екінші орын алады Ыстықкөл. Бірінші орын Байкал, екінші Ыстықкөл. Бірақ Байкалда түсе алмайсың, суық. Ыстықкөлде суға түсесің, жүре бересің. Әлемдегі ең мықты көлдердің бірі ғой.
Қазақстан, жақсы заман өткелі. Рахмет. Қырғызстан жақсы заман өткелі. Ай, бәрекелді. Семья қармен келгелі. Қырғыздар айырылысуымыз керек, жүрегім жараланып тұр демейді. Қырғыздар былай әндетеді. Суыртып өзімді, сырымды айтып жаңғырған. Сағынсам да бирок билем, бара албайм жаныңа. Қаншалық қиналсам да, бүліп қана жеңемде. Жашырамын мындан ары, көз жашымды жаңғырған. Біздің жолдар эми башка, биз кездешүү кездер артка, биз сүйүүнүн кезегинде калгандайбыз акырында. Жолдар башка, көз жумуп унутам өткөндүн барынан. Жан болсаң кантем анан, жазылбаган багыма. Сагынуу дартымды өчүрүп түбөлүп, жардам бер унутайын убакыттарылай. Биздин жолдор эми башка, биз кездешүү кездер артта, биз сүйүүнүн кезегинде калгандайбыз акырында. Жолдор башка, карабай тарткан биздин жашоо эми башка. Жолдор башка.